Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұл үкіметтік емес ұйымдардың өз қызмет жөніндегі мәліметтерін ұсыну болып табылады. Жалпы үкіметтік емес ұйымдар өз қызметтер жөніндегі мәліметтерді әр жыл сайын 31 наурызға дейін info.npo.gov.kz веб-порталы арқылы ұсынады. Және де осы есепті дерекқорға мәліметтер ұсыну жылының алдыңғы күнтізбелік жылы болып табылады. Ал 31 наурызынан кейін ұсынылған мәліметтер уақытылы емес болып табылады. Ал осы есептілік негізінен бір қосымшадан және де 6 кестеден тұрады. Осы бірінші кестені қазір талқылап өтетін боламыз. Яғни бұл бірінші бөлімде үкіметтік емес ұйымдар өздері жайлы мәлімет береді. Бірінші бөлімге біз ең біріншіден өзіміздің БСН кодымыз жазамыз. Одан кейін мәліметтер берілетін есепті кезеңді жазамыз. Яғни биыл өткізіп ататын болсаңыздар, бұл 2024 жыл болып табылады. Одан кейін бұл үкіметтік емес ұйымның құқықтық нысаны. Яғни үкіметтік емес ұйым қалай құрылды? Жеке мекеме ретінде, қоғамдық бірлестік ретінде, қоғамдық қор ретінде, болмаса заң тұлғалар бірлестігі ретінде қалай құрылды? Соның қасына X көрсетіп белгілейтін боламыз. Одан кейін бұл төртінші бөлім үкіметтік емес ұйымның атауы көрсетіледі. Одан кейін бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты толығымен жазылатын болады. Осы есептілікте көрсетілген барлық мәліметтерді толығымен жазу міндетті болып табылады. Және де үкіметтік емес ұйымның заңды мекенжайы, одан кейін заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні белгіленеді. Егер де заңды тұлға қайта тіркелген болса, қайта тіркелген күн көрсетіледі. Келесі екінші бөлімде бұл үкіметтік емес ұйымның байланыс деректері көрсетіледі. Ең бірінші электрондық пошта, телефон нөмірі. Одан кейінгі үшінші бөлімде бұл ұйымның қызметкерлері туралы мәліметтер беріледі. Яғни ең бірінші штатта қанша қызметкерлер бар, оның ішінде Қазақстан Республикасының азаматтары қанша, шетелдік жұмыскерлер саны қанша, соны толығымен белгілеп кетесіздер. Келесі бөлімде бұл волонтерлар саны көрсетіледі. Яғни сіздерде қанша волонтер бар, олардың ішінде 18-ден 29 жасқа дейін қанша адам, 30-дан 62 жасқа дейін қанша адам, сол сияқты барлығын белгілеп өтетін боласыздар. Келесі төртінші бөлім бұл қызметтің саласы. Яғни үкіметтік емес ұйымның қай қызмет саласымен айналысатынын көрсетесіздер. Бұл мысалы білім және ғылым, ақпарат, қоршаған ортаны қорғау сияқты салалар болуы мүмкін. Сәйкес ұяшыққа X белгісін қоясыздар. Келесі бізде бұл 5-ші бөлім үкіметтік емес ұйымның есепті кезеңдегі кірістер көрсетіледі. Яғни бұл жерде депозиттер бойынша қанша сыйақы болды, гранттар, кірі жарналары, мүшелік жарналар, және де осы кестеде көрсетілген барлық деректерді толтырасыздар да ең соңына барлық кірістер санын есептейсіздер. Яғни жоғарыда көрсетілген сумманың барлығын қосып, соңғы ұяшыққа толтыратын боласыздар. Келесі 6-шы бөлім бұл үкіметтік емес ұйымның осы есепті кезеңдегі шығыстары белгіленеді. Бұл жерде коммерциялық емес ұйымды ұстауға кеткен шығыстар, сыйақылар, іс-шараларды өткізу сияқты шығыстарыңызды белгілеп, соңғы ұяшыққа барлық шығыстардың қосындысын толтырасыздар. Келесі 7-ші бөлім бұл шетелдік және халықаралық ұйымдар және филиалдармен толтырылады. Бұл жерде Қазақстан Республикасында жобаларды қаржыландыру бюджеті толығымен көрсетіледі. Келесі бізде екінші кесте. Яғни екінші кестеде үкіметтік емес ұйымдардың филиалдары және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдіктері бар болған жағдайда, олардың атауы, БСН коды, орналасқан жері, басшысының аты жөні және тіркелген күні көрсетілетін болады. Үшінші кесте бұл үкіметтік емес ұйымдардың өкілдіктерінің есептік кезеңде асырылған жобалары. Яғни сіздер осы бір жыл ішінде жоба алсаңыздар, жобаның туралы мәліметтер толтырасыздар. Ең бірінші бөлімге біз жобаның жалпы атауы, одан кейін тапсырыс берушінің БСН коды, одан кейін тапсырыс берушінің атауы, одан кейін қаржыландыру көзі, яғни ол қаржыландыру мемлекеттік болды ма, шетелдік болды ма, соны көрсететін боласыздар. Одан кейін жоба саласы, яғни сіздердің үкіметтік емес ұйымдарыңыз қандай саламен айналысады, соны белгілейсіздер. Одан кейін жобаның жалпы мақсаттарын көрсетесіздер. Одан кейін іске асырылған жобалардың өңірлерін белгілейсіздер. Содан кейін біз жобаның жалпы қаржыландыру мөлшерін көрсетеміз және есепті кезеңде алынған қаржыландыру мөлшерін көрсетеміз. Ал соңында осы жобаны орындау нәтижелері туралы қысқаша ақпарат көрсетілетін болады. Келесі бізде 4-ші кесте
Төртінші кесте осы үкіметтік емес ұйымдардың филиалдары бар болған жағдайда толтырылады. Ол тура сондай жоба туралы мәліметтер, яғни олардың атауы, жобаның бағдарламаның жалпы атауы, одан кейін тапсырыс берген ұйымның атауы, тапсырыс берген ұйымның коды, сол сияқты мәліметтердің барлығын толтырасыздар. Егер де сіздерде ұйымда филиалдар және өкілдіктер жоқ болған жағдайда, онда бұл ұяшықтардың барлығын жоқ деп белгілейсіздер. Келесі 5-ші кесте бұл үкіметтік емес ұйымдардың құрылтайшылар туралы мәліметтер толығымен жазылатын болады. Ал қоғамдық бірлестіктерді құруға жалпы 10 құрылтайшы керек болады, және осы 10 құрылтайшының толығымен аты жөнімен ПСН-ін жазып шығу міндетті болып табылады. Келесі бізде бұл 6-шы кесте қайырымдылық және демеушілік көмек алынған болса, сол туралы мәліметтер толтырамыз. Яғни көмек алған ұйымның атауы, алынған сомасы, қаражатты пайдаланудың жалпы мақсаты, көмекті берген ұйымның атауы, берілген сома және қаражатты пайдалану мақсаты толтырылады. Осы шығыстардың ішінде қайсы қайырымдылық көмек, қайсы демеушілік көмек, соның барлығын міндетті түрде толтырып шығасыздар. Егер де сізде бұндай мәліметтер жоқ болса, онда сызықша қойып, немесе жоқ деп белгілеп кетсеңіздер болады. Осы 6 кесте толығымен толтырылып болғаннан кейін, ең соңында ұсынылған мәліметтердің толықтығымен дұрыстығын растаймын деп, басшы өзінің қолын қояды, және де орындаушы өзінің қолын қояды. Осы мәліметтер толық толтырылып біткеннен кейін, оларды Word форматында сақтап, info.npo.gov.kz сайтына өзіңіздің ECP кілтіңізбен кіресіздер, ұйымның ECP кілтімен кіресіздер де мәліметтерді ұсынасыздар. Ол мәліметтер 10 күн ішінде тексерілетін болады, және де егер қателіктер табылған жағдайда, оны сізге қайта жөндеуге 3 күн уақыт беріледі. Осы және басқа да сұрақтарыңыз бар болса, сабақтың төменде сілтемеге кіріп, өз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сабаққа қатысып, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.